Баршаңызға сәлем. Тандыр самсаны үй жағдайында қазанға жасаймыз. 150 мл суға 1 шай қасық тұз, 1 жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамыз. Алдағы уақытта ерекше рецептпен керемет ас мәзірлерін дайындайтын боламын. Жоғалды болмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз болады. Сізде дәл осы рецептпен осы самсаны жасап көріңіз. Қалай шыққанын комментарияға жазып бөліссеңіз болады. Енді керегенше ұн қосып, жақсылап қамыр илей аламыз. Қамырды қаттылау қылып илесеңіз де болады. Қамырды біріктіргеннен кейін оны алып, дайын болған қамырды ортасынан екіге бөліп аламыз. Екіге бөліп, кішкене екі зуала етіп, домалақтап, табаққа салып, бетіне күленкі жауып, 10 минутқа тұндырып қоямыз. 10 минут демалған қамырды алып, жеке-жеке қамырларды жайып аламыз. Қамырды алып, жақсылап, бір тегіс етіп, жайып аламыз. Қамырымыз жұқа, тегіс болып жайылды. Енді екінші қамырды алып, оны да тегіс жұқа етіп, асықпай жайып аламыз. Енді қамырымызға бөлме температурасында өз қалпымен еріген сары майды жағамыз. Бұны да тегістеп жайып аламыз барлық жеріне. Енді осы қамырдың үстінен жаңа жайып қойған бірінші қамырымызды жаямыз. Оның үстінен тағы да еріген сары майымызды біркелкі етіп жағып аламыз. Көп жағудың қажеті жоқ, аз-аздан бәріне біркелкі етіп жағып алсаңыздар болады. Қамырды 4 бұрышты қалыпқа созып, бір шетінен жақсылап, барлығын арасына ауа кіргізбей орап аламыз. Қамырды орап болғаннан кейін күленкіға орап, тағы бір салафанға салып, холодильникке 3-4 сағатқа қойып аламыз. 5-6 сағат тұрса да болады. Енді самсаның етін дайындаймыз. Маған 400 грамм фарш жетеді, оған 2 пияз қосамын. Оларды жақсылап майдалап турап, фаршқа салам. Пияздың бәрін біркелкі етіп ұсақтап турап, еттің үстіне 2 шай қасық тұз, туралған пиязды қосамыз. Оған 1 шай қасық кориандар, 1 шай қасық ұсақталған зира қосамыз. Мен тағы да 1 шай қасық самсаға арналған приправа қосып алдым. Холодильникте 3-4 сағат тұрған қамырды алып, ортасынан бөліп, бәрін біркелкі етіп, бөлшектеп кесіп аламыз. Менің қамырым әлі жұмсақ екен, сондықтан барлығын ұнға араластырып, тағы 1 сағат морозилкаға салып алдым. Енді морозилкадан алынған қамырды бәрін жеке-жеке жайып аламыз жақсылап. Қамыр қаттылау болу керек. Бөлшектелген қамырдың бәрін жайып алып, самсаның етін саламыз.
ет салынған қамырдың бір жартысын, бір бөлігін 5-6 рет біріктіріп аламыз. Екінші жартысын самсаның ұшын жасау үшін 2 рет қана біріктіріп капля жасаймыз. Тамшы тәрізді самса болу керек. Барлық самсаны бір келік етіп түйіп аламыз. Қалауларыңыз бойынша тамшы тәріздес немесе домалақ етіп жасасаңыздар да болады. Енді қызып тұрған қазанға бір жұмыртқаны шағып, ағын бөлек, сарысын бөлек етіп алып, сол жұмыртқаның ағына самсаның астын жабыстырып, қазанға жабыстырамыз. Барлық самсаны жұмыртқаның ағына батырып, қызып тұрған қазанға жабыстырып алдық. Енді жұмыртқаның сарысын барлық самсаның бетіне бір келік етіп жағып аламыз. Самсаның бетіне көнжөт жабыстырып шығамыз. Енді қазанның астындағы газды орташа жылулықта қойып, 30 минутқа бетін жауып қоямыз. 30 минутқа жеткізбей, 15 минуттан кейін қазанның бетін ашып, ортасына жиналған майлардың барлығын жақсылап сүртіп аламыз. Ішіне жиналған бу судың барлығын сүртіп алғаннан кейін, қазанның бетін тағы 15 минутқа жауып қоямыз. 30 минут өтті. Қазанымыздың бетін аштық. Самсаның асты барлығы қызарып, бір келік етіп пісті. Енді қазанымызды газға қарай төңкеріп қоямыз. Сонда самсаның беті қызарып, әп-әдемі болып піседі. Қазан төңкеріліп 15 минут тұрды. 15 минуттан кейін дәл осындай болып пісіп шығады. Мен отты өте баяу етіп қойыппын. Самсаның жартысы қызарып, жартысы қызармай қалды. Енді самсамызды қазаннан түсіріп аламыз. Асты жақсылап қызарып пісті. Енді үстін тағы кішкене қызартып алу үшін духовкаға 5 минут қойып алсаңыз болады. Самсаны духовкаға 5 минут қойып, бетін қызартып алдым. Өте қытырлақ, дәмді, керемет болып шықты. Дәмі өте керемет болады. Ыстықтай отбасыңызға ұсынсаңыз, тағы да жасап бер деп сұрауы ғажап емес. Қазанда пісірген самсам ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияға өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сіздерден қолдау күтемін. Сізде дәл осы рецептпен самсаны жасап көріңіз. Отбасыңызда қуантыңыз.